Балалар, ең алдымен жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысып алайық. Қысқа қашықтықтарды тек өз жолымен жүгіру керек. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастармен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. Осы қауіпсіздік ережелерін есімізге сақтап алайық. 100 метрге жүгіру жалпы 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол бізде төменгі сөреде тұру. Екінші төменгі сөреден шығу. Үшінші ара қашықтық бойы жүгіру. Төртінші мәреден өту. Бұл жердегі сөре деген бұйрықта сөреге тұру. Дайындал деген бұйрықта көтерілу, жүгіру деген бұйрықта аяқ алды тез-тез қимылдатып, 20 метрге дейін аяқты жиі-жиі басып, қарқын алғанша жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп, мәре сызығын кесіп өту қажет болып табылады.